Сәлем бәріңізге, қалайсыздар? Каналыма қош келдіңіздер. Біз жігіт бар, Аружан бар. Тісі кеше ғана, түнде ғана тіс шықпаған қыз бар, ужас. Ауыз ужас болып жатыр. В общем, бәріміз неге шықтық? Мегаға. Не үшін десеңіздер? Вот интрига вам. Красопетканың каналына тығылмақ түсіреміз. Прикиньте, Мегада. Фатималар бәріміз тығыламыз, в общем. Қалай болады екен, білмеймін енді. Фатима ұйықтап, қазір тұрды, әрең тұрғызып алды, сағат 2 болып жатыр. Сонымен бұлардың бірінші тамақтарын беріп алайын мен. Келдік Мегаға. Менің влогым бұл. Бірінші тамақтарын беріп алайын, дұрыстап. Содан кейін тұғымақ түсіреміз. Тамақ ішетін жерімізге келдік, наер шумно, страшно. Балалар көп жүр. Қазір Мұстафаны көрсетем, біз Фатима екеуміз отырмыз. Фати осы жердің тамағын жеймін дейді, екеуміз бірге аламыз. Аружан мен Мұхамеджа үстіне кетті. Міне балапаным ұйықтап жатыр, жаным ау. Ұйықтамайды, ұйықтап қалды. Кони салып жатыр. Фатиманікі. Көрсетші қандай ойыншық шығады екен. Фри шықты. Сосын наггетсы, Фатиманың жақсы көретін соустары, соғы. Ұнай ма саған? Осындай ойыншық шықты. Ал, ас болсын. Наяқта. Мынаны көрсетпедік сіздерге. Телеграм каналымызға салып қоям. Сол жерден көре аласыздар қалай салғанын. Фатимаға. Жеп тастаймыз. Екеуі суши жеп отыр. Бізде манты мына жігіт тұрып алды, жаңа ұйықтап қалды деп едім. Тұрып алды. Тамақ жейді енді. Налар ойнайтын жерге кіріп кетті. Міне Фатима мен Мұстафа, Аружан үшеуі отыр. Маған пока тамағымды жеп ал дейді. Бары қарап отырмын мен. Телеграмға видеоны монтаждап салып қойдым. Фатиманың несін, қолына салған суретті. Ас болсын. Мына яқта. Аружанды көріп қалдым. Прикиньте, Аружанды көріп қалдым. Ане Аружан, ане. Ане Аружан. Бізді тауып алатын болды. Құдаймай. Құдаймай деп тұрсам тауып алдым. Құрсын тұғымға ойнап әрең болдық. Баланың қарны ашты, осын тамақтандырайын деп баратырмын. Бала шағам не кетті? Кино қарауға кетті. Қандай кинолар бар? Заслужили енді. Күшті қып бір видео түсіп қойдық тығып. Өте қызықты болды. Ішінде елдер қарайды, шуылдап, дуылдап жүгірдік общем біз деген. Қызықты болды. Неге? Таза, осындай жерде тамақтандырып аламын баламды. Мұстафаны тамақтандырып келдім. Алар кино көреміз дейді. Шекерге кіреміз дейді. Қазір очередь күтіп тұрмыз. Бірақ айтып қойын, бұда детский билет деген жоқ. Кішкентай балдарға да взрослый кетіп. Балаңызға тегін болады, алдыңызда отырады. Қалғандарына бір взрослый онда, 3 детский. Детский билет жоқ. Ойбай. Біреу екеу. Мамаша, эти. Шида, қасында адам отырып. 4 билет аласыз, да? 4 билет болса мынаны бере берді. 6-шы рядтағы. 13. Может, мынаны алмай аяқтан былай бастаймыз? 13-тен бастап. Мына 12-нің орнына 13 пен соңғыны бергіш баламен ыңғайсызшы. Как раз болады. Билеттерін шығады? Кино 6:20-ға, пока 1 сағаттан аса уақыттары бар.
шекер деп қоймады. В общем, шекер 18+ екен, ол үшін мен удостоверениялардың свидетельствосын бәрін көрсеттім. Сөйтіп бірақ кіреді екен. Енді Аружан өзіне, Фатима екеуіне резинка қарап жатыр. Сен де балам бірдеме қарасайшы ғана аяқтан. Резинка қарасай. Бастарына резинка алып жатыр. Резинкалар өтіп кетті, осыларға резинка тұрмайды бар ғой. Мынандай розовый түсте 2 резинка. Потом обычный қара резинка. Олар үшақтал. Мұхаммеджандарға пластилинмен жұмыс істейсің деп. Көркем еңбектен ба? В общем, андай алдына шалдық класс болып, енді пластилин алып жатырмыз. Не істеймін дейсің? Мен крей боламын, мен андай мохитоның баночкалары бар ғой, соны аламын да, соларды қосам да, сосын екеулері сөйтіп андай қалайды, тиктокпен қараймын. В общем, жасайды, бір нәрсе жасайды. Түсіндіру 2 сағат болып кетті ол. Көрмеге болады. Фатима кітап оқиын деп жатыр, Жамбыл деген кітап. Кітапты оқып отырмай, аты Жамбыл. Мен ана жаққа кофеге заказ бердім. Сникерс алдық, сонымен мына жерде демалып отырмыз. Аружан мен Мұхаммеджан, Мұстафа үшеуі ар жақта жүр. Біз кішкене демалайықшы деп келдік. Қазір келеді оларды. Пока әлі 1 сағат бар. Келатыр міне. Мұстафа ұйықтайын деп жатыр екен, жақсы болды. Қазір. Мана моншақтармен ойнап болды ана жігіт. Нағыздарға қарап отыр ойнағандарына. Не болды? Не болды? Бочам, не болды бочам? Жаным. Ой, ұрыспашы мені. Ұрса бермеші маманы. Ой. Шоным. Папамыз келді. Сонымен кофем ішейін деп жатырмын енді. Аружандар неге кетіп қалды? Чипсы анау алып келеміз деп шекті. Келді. Қайсы Фати не алдың? Көрсетіңдер маған давайте. Фатида чипсы и Айтима? Жоқ, Фатимада ма екеуі. Макси чайы? Айти кімге? Айти Арудікі. Нал? Мұхаммеджан. Сен не алдың? Жоқ, қалды. Копченый ма еще? Ой, я не хочу чипсы, мне еще тяжело. Мен дым ештеңке алмаған ғой, специально алмадым ше. Кім маған алар екен деп. Ешкім алмаған, сосын ладно деген. Сөйтсем Аружан әкеп тұр ғой. Мама, сіз дым алмадыңыз ғой деп. Жаным, рахмет бұта. Ойлағаным. Осы қыз ойлар ма екен, ойламас екен десем ойлады. Мынау қыз болып кейін. Шетелге шығып кетті мынау. Наркоман жігіт. Байқұс. Дымыжық.
Олаш Таиландда жүр. Наркоман. Сана бермесе аға деген қиын екен. Ты как? Мам, я иду. В общем, кино бітті. Страшный кино екен, Аружан. Наркомандар туралы, в общем, қазақтардың наркомандары бар екен ғой. Ондай бар деп ойламаймыз ғой біз. Байқұстардың өмірлері өмір емес екен. Айтшы, не түсіндің жаңағы кинодан? Наркотиктер деген жұмыс істеуге болады. Андай жаман жұмыс істеуге болады. Наркотикқа жолауға болмайды, көрдің бе? Жаңағындай ұлдар деген андай дискотекаға барды ғой. Сондай дискотекада болады наркотиктар. Сондай вечеринкаға баруға болмайды. Өзімше өмір түсіндіріп отырып бұл балаға. Көрдің бе, біреудің жалғыз баласы соңында ауру болып та қалды ғой. Ауру, мамам деп мамасын айғайлап өлді байқұс. Мамасы содан үміт күтіп, осы мені бағадау дегенде қартайғанда мамасын жындығып ауру қалды. Үйге келдік. Маконның косметикаларын салайын деп жатырмын. Маконыкін бүгін апарып берсе, көрер. Ертең Еркежандікін салам. Кішкене тамағым ауырып қалды жүті. Сол блогым бүгін кішкене қысқалау оқып қалды. Келесі жолы ұзақтау оқып түсірем. Жаңа суық кол аштым ба, білмеймін жүті. Сіздермен қоштасам. Пока-пока.